7 жыл Қазақстанда резидентураға түсемін деп дайындалып жүріп, аяқ асты тапсыратын кезде Германияға қалай кетіп қалдым, қандай программамен келдім, және де қазір не жұмыс жасап жатырмын. Осы сұрақтарға мен қысқаша YouTube форматында сіздер үшін өзімнің жеке опытымды айта кететін боламын. Бұл опытымды бөлісуден мақсат сіздер мен істеген қателіктерді жасамаңыздар. Мүмкіндік барынша келем дейтін болсаңыздар, қазірден әрекет жасаңыздар. Ерте келу керек, ерте үйрену керек, қашан бастау керек, неден үйрену керек деген сұрақтарыңызға осы видеода толық жауап аласыздар. Ол үшін мені қолдау үшін Германияға келем деген достарыңызға жіберіп қойып, каналға тіркеліп, лайк басып отырсаңыздар жеткілікті. Енді достар, мен Қазақстанда 7 жыл барысында резидентураға түсемін деп дайындалдым, именно лор бағытына. Солай Первый городская больницаға Астанадағына барып, опытымды асырамын деп дежурствода жүріп, лор отделениеға да кірдім, жүрдім, қарадым, врачтармен де таныстым, дежурстволарда жүрдім. Бірақ 6-шы курсты бітіретін кезімде Fair and Job, яғни Work and Travel мен келдім Германияға. Маған ұнады бұл жердің атмосферасы. И дәл сол кезде біздің университеттен Кобланды Камитов деген врач бар. Қазір кардиоторакальный хирург, еще диссертациясын қорғады Германияда. Сол кісімен таныстым, сол кісімен кездестім. Маған жағдайларды түсіндірді, мүмкіндіктерді айтты. Сосын менде желание болды, просто желание болды, мен келем осында дедім, университетті бітірген соң. Сонымен бардым, октябрьдің 23-не ма, сондай кезде уже мен немецкийді оқып бастадым. Почти бір айымды жоғалтып алдым, сентябрьда келдіп бастау керек еді. Солай оқып жүрдім, арасында қиын болып кетті немецкий. Неге? Өйткені 7-ші курста білесіздер, GPA маңызды. Мен резидентураға әлі тапсырам деген ойдамын. Резидентурадан кейін Германияға келем деген пікірмен жүрген уақытым ғой ол кезде. 2022-нің сентябрь-октябрь уақытында. Солайынан жүрдім. Гинекология сабағы басталды бізде. Енді страшный қиын болды, ана жерде бар ғой. 2 аптада тағы 1 апта оқығам деп гинеколог боламын дейдім, ешқандай лор пластиканы тастады. Өйткені қатты қиын болды. Бізде Бақыт Орынбаева деген апай болды. Алла разы болсын, өте зор уақытта. Содан соң жүріп арасында тастап қойдым немецкийді. Былай жүріп апрельде майдың кезінде әйтеуір жаздым, Германияға кетем ба, Қазақстанда қалам ба деген резидентураға. Екеуінің плюс-минустарын жаздым, мына жерге қойып кететін боламын. Сосын жүріп Германия таңдадым. 7 жыл армандаған лор резидентурасына тапсырмаймын деп шештім. Жоқ деп, хотя мен госэкзамендерінен жақсы алдым. Балым жетіп тұрды. Бұлай айтқанда, Құдай бұйырып тапсырып себебін жасағанда нәтижесін Құдай беретін еді, конечно, түсіп кетуі мүмкін еді. Сонымен жоқ, тапсырған жоқпын. Енді менің деңгейім А2. Дұрыс қой та? Немецкий ондай Б2 емес. Германияға келуші айтпақшы Б2 керек. Осында біліп кетіңіздер. А2 деңгейімен Германияға келу керек болды. Қалай болса да келу керек, өйткені мен Қазақстанда вуп қалып кеткім келген жоқ, өйткені уақыт құртқым келген жоқ. Ал Қазақстанға резидентураға да тапсырған жоқпын. Содан кейін мен программалар іздестіріп бастадым. И сол кезде досым айтып қалды маған, давай екеуміз волонтерствоға, яғни Bundesfreiwilliger Dienst, ода Freiwilliger Soziales Jahr дейді, сондайға программамен келіп алайық. Сосын врач болып тұрамыз деді. Окей деп келістік. Бар тапсырдық, сонымен ол программамен бір агентствомен келістік, ол агентство біраз ақшасын қымбат айтты. Сондайды болдыртпау үшін мен осында именно волонтерский программамен қызығатын студенттер болса, мен өзім алып келгім келеді. Конечно, басқа фирмалардың жарты суммасына, өйткені ол Қазақстанда мен істеп тұрғаным үшін өзіміздің ценамен нормальный болады. Солай собеседование болады, оған да кәдімгідей 5 сентябрь күні менде собеседование болды немецкий бойынша. Дәл сол уақытта мен физиология кафедрасында оқытушы болып жұмысқа тұрып жатқан уақытым еді. Физиологияға кірдім, ал мына жақтағы собеседованиеден де мен өттім. Олар айтты, біз сізге контракт жібереміз, фертрак дейді немецкий. Сонымен жіберді. Мен оны алып консулға тапсырдым. 2 аптаның ішінде маған виза шықты. Волонтерская виза. Волонтерский деген не ол? Волонтер деген біздің Қазақстанда өкінішке орай сәл төмен көреді ғой. Ойбай, волонтер деп. Жоқ. Бұл жерде армияға бармайтын, либо армияға бар, либо волонтер бол деген программа ғой. Қазір Германияда солай шыққан. Сосын қарағанда Германия айтқан, давай шетелдіктерді шақырайық деген. Бұл немістер үшін тегін жұмыс күші, конечно, арзан жұмыс күші, бірақ біз үшін ол мүмкіндік. Например, 18 айлық виза беріледі. То есть 1 жылдық виза, оны ары қарай 8 айға создыруға болады. Тамағыңызға беретін жерлер бар, жақсы. Үймен қамтамасыз ететін жерлер бар, тегінге. Еще плюс карманный деньги, яғни Ташингелд дейді. Ташингелд деген карманный деньги. Қалта пұлы дейді ма, қазақшасы қалай болады? 450 евроның айналасында.
өкініштісі менде ондай болмай қалды, өйткені менің сәл жолым болмай қалды ма, білмеймін, исключение болып қалды, потому что маған үй берілген жоқ. Оны мен Германия келгенде білдім. Вот тағы да бір сіздерге сабақ болсын. Именно агентствоның бір минусы, оны ответственность өзінде алмайды, айтады. Біз саған виза алуға көмектестік, ары қарай уже все. Это не наша проблема деп айтады. Маған сол айтты өкініштісі. Сопровождение болған жоқ та. Ал содан соң не істеймін енді? Придется менің Ташкентке алдым, яғни мен карманы деңгейім, бірақ былай айтқанда сәл көптеу етті. Басқа жерлерде 400-450 болса, менікі 700 евро еді. Ал плюс оның 700-дің 500 евросы квартираға кетеді, 200 ғана қалады. Но амалдауға болатын еді, өмір сүруге жетеді. Былай айтқанда сен тамағың тегін, өйткені жұмыстан жейтін едім мен. Сосын волонтерлар не жұмыс істейді дейтін болса, мен өзім лично қарттар үйінде болдым. Каритас Альтенхайм деген жерде болдым. Сол жерде жүресің, тұрасың, жұмыс істейсің, қарттарға қарайсың, реттейсің. Зато естественно одновременно сенің тіл деңгейің өседі. Өйткені сен күнде сөйлесе бересің, былай айтқанда жақсы общение болады, орта болады. Содан соң Альтенхаймда жүрдім, ноябрьда келдім, мен айтпақшы 3 ноябрь күні келдім. Мен ноябрь, декабрь жұмыс істедім да, январда уже мен басқа программалар істедім. Өйткені менің деңгейім жоғары B1-ге дейін көтерілгенімен, жақсы сөйлесе алғаныммен дәрігер болуға, именно дәрігердің ассистенті болып тұруға, ассистент врача дейді ғой, ондай болуға менің уровенім жеткен жоқ. Өйткені ол жерде не только немецкий, а плюс медицинский немецкий білу керек еді. И мен мүмкіндіктер іздестіріп бастадым. Қалай мен өзімді медицинский сфераға қосамын именно дедім да. Сонымен мен медицинская фахангештельт деген программа бар екен. Соны білдім. Ол Қазақстанда почти ешкім келмеген екен, прикиньте. Ол дәрігердің көмекшісі. Солай 16 январь күні мен Лорға не таптым. Жұмысқа бардым. Немец адаммен собеседование болды, неміспен. Кәдімгі немісшел айтты, сіздің тіл дәрежеңіз бізге жетеді, бізде қаласыз, окей деді. Енді менде проблеманың көкелері сол кезде басталды. Мен договор алдым олардан, бірақ мен ол жерде жұмыс жасай алмайды екенмін. Неге? Өйткені мендегі виза ол волонтерлық виза. Волонтерлық виза, оны мен как что деймін виза ғой, оқиды адамдар, например, жұмыс жасай алмайды. Сол сияқты волонтерлар да жұмыс жасай алмайды екен. Енді маған визаны ауыстыру керек болды. Сонымен визаны ауыстыру үшін мына жақтағы шетел азаматымен жұмыс жасайтын жерлер бар. Ол жерлерге тапсырдым, бардым, айтады, жоқ. Окончательно айтты, міне қазір қойып кетемін сіздерге письмоларын. Окончательно айтты, жоқ, Оразбек, біз сізді аламаймыз деді. Біз визаны ауыстырып бере алмаймыз дейді. Өйткені сіз волонтерсіз бұл жерде дейді. Сонымен настроение жоқ, айтты, Қазақстанға барыңыз, қайтадан визаға тапсырасыз деді. Қайтатын қазақ бар ма? До конца ма? До конца деді. Болды ма? Болды дедім. Билет алдым да, бір аптада Қазақстанға барып, мартта тапсырдым. Февральдың соңғы, марттың басында тапсырдым. Олар да түсінбейді. Нағып сенде виза бар ғой, декабрьға дейін визаң тұр. Неге соны Германия ауыстырып берген жоқ деді, білмеймін мен деді. Міне сіздерге письмо, хабары. Соны жаздық, реттедік, көрдік. Дәл осыны сіздерге алып келдім деді. Олар да паника, потеря, түсінбейді, не болатыр деп. Хорошо деп көрді, сонымен процесс созылып кетті. Қараңызда, январь, февраль, март бітіре алмай жатыр да, бұл визаны ауыстыра алмай жатырмын. Сосын Лорда клиника айтты маған, Оразбек деді, мы больше не можем вас ждать деді да. Біз сізді күтамаймыз ары қарай деп жатыр. Өйткені бізге кадр жұмысшы керек деді. Содан кейін Қазақстандағы посольство виза беруден алдын жұмыс берушіге хабарласады, саған осы персонал керек па, точно деп. Сөйтіп хабарласқан кезде, жоқ, біз уже басқа біреуді алып қойдық деген ғой. Зойын маған отказ беріп қалды. Мен немен келдім, қайттан волонтерствоге келдім. Хорошо, что бұл жердегілер мені бір ай жоқ болып кеткен болсам да жұмыстан шығарып жібермеген, түсінікпен қарады, хорошо деді. Немістер өте түсінігі бар халық, егер оны алдында ала ескертіп қойса, мен ескертіп жүрдім. Содан кейін окей дедім. Сонымен апрель басталды. Апрель мен үшін катастрофический ай болды. Өйткені вообще былай айтқанда морально сынып қалдым да. Өйткені мен қолына келген бәрін істедім. Германия ауыстырып бере алмадым. Қазақстанға бардым сол үшін. Хотя Қазақстан жақын жері тұр емес. Ана континентте, мына континентке. Сонымен біраз депрессион состояниеда жүрдім. Не болады екен, не қояды екен деп сөйтіп жүрген кезде бір өзімді жинадым. Тағы да бір әрекет жасайыншы, не болса болсын, көрейік деп. Солай жүріп бірнеше жерлерге мен не жібердім? Документ жібердім өзімнің, бір-екі документтерімді, который дәрігердің көмекшісі жұмысқа тұруға. И мені 4 жер Vorstellunge Gespräch дейді, собеседованиеға шақырды. Екеуі пластический хирургия, біреуі офтальма, төртіншісі
артист не хаус артист дейді, это ВОП, үйдің дәрігері деп айтады, ВОП. Мен ВОПты ең соңына қойдым, ең главный екі пластиканы қойып қойдым. Сол мен Франкфуртқа бардым пластический хирургияға, собеседование болды, олардан өттім. Тағы да құттықтап қойсаңыздар болады. Одан кейін собеседованиядан договорды алдым. Алғаннан кейін Қазақстанға жібердім. Міне дедім, міне айналайындар, менде тағы да договор тұр, виза беріңдер, құдай үшін жұмыс істейтін виза. Мынақты өлетін болдық қой, күйіп дедім. Тойым болайын деп жатыр дедім, ақша жинау керек маған. Қандай волонтердің карманный деңгеймен қандай? Еще ойлап қоятын едім. Қызымның мамасы или папасы бала не жұмыс істейді десе, волонтер десе, сол кезде отказ беретін шығарды. Сонымен мотивация болды, тұрып алу керек. Дәрігердің көмекшісі болып тұру нормально да, ал ассистент врача болып тұру енді сол чуть қиындау. Резидент болып тұрудың өзі де қиын ғой Қазақстанда. Енді басқа континентте ойлай беріңіз қалай болғанын. Солай олар хорошо, Оразбек, сіздің документтеріңізді қараймыз деді посольство. Документтерді қарады, рассмотрение болып жатыр. Бір күн маған хабар келеді. Ана, ойлаңыздар, емейліңізге келеді да, Оразбек, сізге хабарлама келді. Мен сол кезде ойладым, yes, болды. Мен рабочий виза алдым дедім да. Қуанып үйдегілерге де айттым, дедім. Айттым да, жіберсаңызшы маған емейлмен көрейін дедім да, енді. Окей деп тұрды. Сонымен емейлмен жіберсе отказ қоймаған. Ана жерде бар ғой, настыреді, наски анақтағы жұмыс берушіден уайымдап атсын, не болады екен, олар мен отказ бермейме екен, как лор сияқты деп сөйт жүріп уайымдап. Түсіндірдім обстоятельствоны. Причинасы зарплата аз деген ғой. И ол да маған бір плюске жүрген, прикиньте. 2300 евро деп көрсеткен. 2300 евроңыз примерно миллионнан асады. Дәрігердің көмекшісі бұл ассистент врачтікі жоғары болады. 3,5 мың, 4,5 мың сондай евро болады. Бірақ оға дейін жету үшін сәл период керек та. Мен не үшін бұл айтып оққанымды соңында айтып кетемін. Барлығына отидо жасырмай айтып оққанымды. Сонымен жұмыс берушіге айттым, айналайын братан дедім. Мен осындай обстоятельство дедім. Сонымен окей деді да, реттейміз деді. Сонымен менің зарплатамды біраз нормальный жоғарыға көтеріп берді. Оны айтпай қойсылайын. Өмір сүруге жететіндей. Хорошо дедім да, оны договорды алдым да қайттан апелляцияға беріп жүрдім. Сол күні мен оны білген жоқпын, апелляцияға беру керектігін. Егер сіздерге де визаға отказ алып қалып, апелляцияға беру или қайттан визаға тапсыру период тұрған болса, лучше қайттан визаға тапсыра салыңыздар. Апелляцияға тапсырсаңыз, ұзаққа созылып кетуі мүмкін екен. Маған айтты, 3 айға дейін күтесіз, или 3 айдан көпке күтесіз деді, более 3 месяц деп жазды. Онда қоямын мына жерге. Одан кейін ана жерде енді не болады екен, не қояды екен деп жүресің енді, уайымдайсың, операция не болады екен деп күттім. Бір күн жазды, Оразбек деді, құттықтаймын сізді деді, сізге виза шықты деді. Виза білесіздер ме қанша уақытта шықты менде? 1 ай, 1 апта. Вот. 1 айдан көп болды да бұл айтқанда. Сонымен настроение қуанып, ухты деп, рабочий виза алып, шүкір, қазір рабочий виза бар менде. Дәрігердің көмекшісі болып пластический хирургияда жүрдім. Сол уақытта егер көрген болсаңыздар инстаграмдарға салып жүрдім, пластический хирургияда жүргенімді ол хоспитацион, яғни мен олар маған ақша төлемейді. Мен ол жерде больницада дәрігердің алдында жүрем, жұмыстарын көрем, үйренем, қараймын. Маған ақша төлемейді бірақ ол үшін. Просто олар разрешение берді. Это хоспитацион деп айтады. Клиниканың ішкі кухнясынан көру, ішкі кухнясынан білу. Вот. Осындай мүмкіндіктері бар. Менің қысқаша өмір тарихым, келу тарихым осы, өмір деп айтпаймыз, келу тарихым осы. Мен не үшін? Бірінші волонтер, артынан дәрігердің көмекшісі, сосын ФШП деген экзамен бар, оны тапсырғаннан кейін ассистент врач, сөйтіп жүретін периодта енді. Дәл осы 3 периодтың өтуім керек мен. То есть мен өттім. Енді сіздер егер кіші курс болсаңыздар, ертарақ тілдеріңіз жетілдіріп, B2 сертификат, B2, S1 емес, Францияға барсаңыз S1-ді талап етеді, Италияға барсаңыз C1 дейді ғой, advanced деңгейі, сондай талап етеді. Ал бұл жерге upper intermediate-мен келуге болады, B2 дейді ғой, B2 деп айтама, или сонымен келіп, ассистент врач болуға болады, түсінтістер ғой да. Мен сондайға білмедім, то есть білдім, бірақ менде чуть кеш болды, өйткені 6-шы курсты келіп, 7-ші курстың почти бүйтіп оқыдым демейді. Сіздер егер қазірден нормальный тілдеріңізді күшейтіріп, реттеп, дұрыстап алсаңыздар, B2-леріңіз болса, тура, прям ешқандай
волонтер, ешқандай дәрігердің көмекшісі болмай, тура сіздер ассистент врач болып келуге болады. Фахшпрах прюфунг деген экзамен бар. Соны тапсырып кетуге болады. Егер сіздер комментарияға өз ойларыңызды жазып, пікірлеріңізді білдіріп отырсаңыздар, мен оқимын міндетті түрде. Лайк басып отырсаңыздар, ары қарай волонтерскийді үлкендеу қылып бір видео қылып шығарам. МФА, медицинский фахангештелді, ода артскерфер дейді, помощник врача. Оны үлкен қылып видео қылып шығарам. Плюстерін, минустарын қалай реттейміз, қанша айлық болады, артынан экзамендер қалай болады, солардың барлығын жайлап сіздерге айта кететін боламын. Вот. Сол үшін достар, қазірден бастап реттеңіздер, тілдеріңізді кіші курс болсаңыздар. Ал егер үлкен курс болсаңыздар, мен каким-то образом Германияға жетіп алайын, ары қарай тілімді реттеймін, көреміз дейтін болсаңыздар, маған жазсаңыздар болады. Волонтерский жұмысты мен өзім тауып беруге тырысам, и жақсы жерін тауып беруге, өйткені қиыншылықты мен көрдім ғой, міне елестетіңіздер да. Үй берілмей қалды, басқа сондай проблемалар қалды. И мен білгенім, сол волонтерлықты больницадан да табуға болады. Больницада, қарттар үйінде, балалар үйінде, инвалидтер үйінде, психиатрияда, тағы басқа салалар бойынша жұмыс табуға болады екен, волонтерскийге да. Да, сондайды табуға мен өз қолымнан келгенше көмекті беремін. Ол полно мүмкін. Былай айтқанда, сіз А2 уровеніңіз болса, форштелинг гешпрек дейді, сөйлесе алу, содан өтсеңіз, не болмаса бар ғой. Сол, муфтидің волонтерлық неде семинарлар болады. Сол семинарларға барғанда көрдім, неміс тілінің не әрібін білмейтіндер де келген да. Значит, келуге болады, мүмкіндік бар. Просто надо попробовать. Сосын бар ғой. Осынша айтқанымды идея ретінде менің былай айтқанда мен айту міндетім емес, но бөліскім келді, соны бөліскен өзіңізге алыңыздар. Сосын шешім шығарып отқан кезде өзім барам, өзім таңдайым, өзім шешем. Осы үш нәрсемен істеңіздерші. Оразбек айтқан, Оразбек айтты, Оразбек кел деді деген болмастан. Или басқа біреуге айтпай, жауапкершілікті өздеріңізге алсаңыздар, өмірлеріңізде былай айтқанда жеңіл болады. Ертең мына жақта мысалы үшін мен қиналмадым емес, мен реально қиналдым волонтерскийде. Ауыр болды, надоел шыққан күндерде болды, зачем келдім деген ойларда болды. Бірақ бұлай салыстыратын болсақ, Лорда жүргенде мен 3 жыл резидентурада жүретін едім ғой. Сол кездегі қиыншылықтар мен мына жақта қиыншылықтар почти бірдей. Зато мен мына жақта врач болып кетем 3 жылдан кейін. Құдай қаласа. Германия, Қазақстанда жүрсем, сол былай бір айырмашылығы, біреу Қазақстанда, біреу Германияда деген. Екіншіден, мына жақта қиын болады деп тұрып айтып отқан себеп, да қиын болады, бірақ Қазақстанның өзінде де қиын болып жатыр, резидентураға қиын болып, резидентурадан шығып кетіп отқандар көп та. Былай айтқанда, шыдай алмай, ол бар, ол оңай емес, еш жерде оңай емес. Сол үшін жауапкершілікті өздеріңізге алсаңыздар, любой қиыншылық нормальный болады. Біреуді айыптамайсыз да. Мен мысалы үшін айтуыма болар еді, маған тауып берген, жұмыстағы волонтер тауып берген адамдарды, маған үй тауып бермеді, білейін, анау деп, просто олар істеп, да, просто маған не повезло. Досын тапсырып дедім ғой, досым менен кейін, мен ноябрьда келген болсам, ол апрельде келді. Бір айтқанда маған бұйырып тұрған шығар мүмкін, или досыма повезло болды, өйткені ол бүкіл Б2 экзамендерін бәрін тапсырып келді. Екі жаққа да болды да, выгодно болды. Сол досым келді, оған енді бар ғой, үй берілген, тамағы беріледі, жағдайы жасалынған, ыдыс табақтарын бәрін берген. Ана үй енді кайфуша бар ғой. Болмасам ол да сол қарттар үйінде келген, Альтенхаймға. Бірақ басқа жерде. Дәл солай келген, оған 450-500 евро ма карманы деньги беріледі. Чисто қолына түседі, қалта ақшасы. Енді онымен нормальный өмір сүруге болады. Вот. Солай келіп алсаңыздар болады. Германияға келем десеңіздер, например, ол кімдерге арналған? Ол 6-шы курсты бітіретіндер, 7-шы курсты оқитындар, солай. Вот достар, менің бар білгенім почти осылар шығар. Егер сіздердің сұрақтарыңыз болса, комментарий қойып кетіп, мүмкіндік болса, Инстаграмға жазып кетіңіздер сұрақтарыңызды, мен міндетті түрде жауап беруге тырысам. Не үшін мен келісін, көрсін деп жатырмын, өйткені Өзбекстандан өте көп. Жаңаға медицинский фахангештель дедім ғой, дәрігердің көмекшісі. Сол программаны мен Өзбекстанның балдары арқылы білдім. Өзбекстаннан көп, қырғызстандықтар көп келіп жатқан, бірақ қазақстандықтар жоқ. Потому что оны келуге болатынын айтатын адам жоқ оларға. Сол үшін айтып тұрмын, достар. Келіңіздер, көріңіздер, мүмкіндікті былай айтқанда пайдаланыңыздар. Мен үшін емес, ол өздеріңіз үшін елестетіп көріңіздер, есептеп көріңіздер, салыстырмалы түрде көріңіздер. Қай жақ выгодно, қай жақ ұнайды, сол жаққа
барыңыздар. Мүмкіндік болса немецкийді жақсылап оқып Ferienjob Work and Travel сонымен келіп көріңіздер. Ұнайды ма ұнамайды ма сіздерге білесіздер. Немістермен сөйлесіп көріңіздер. Айтпақшы осы жерде айта кетейін, бұл реклама болсын, басқасы болсын. Біз өзіміз осы жылы 2024 жылы Ferienjob программасымен почти 30 студентті алып келдік. Кеш болса да әрекет жасап тәуекелмен агроға түсті. Да, екі жігіт прям нормальный жұмысқа түскен еді, бірақ олар тіл оқымай қалып, содан кейін жұмыстан шыға жүрді. Сол үшін келесі жылға тек қана жақсы тілді білетін, оқыған, өзім собеседование қылып алып сөйтіп алатын болдым. Бұл да бізге зор сабақ болды. Егер қаласаңыздар Ferienjob жайлы мен үлкен бір видео шығарам. Егер сіздерге интересно болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Соның өзі жеткілікті. Сосын менің YouTube каналымды қолдау мақсатында хотя бы адамдар санын бір 10 мыңға жеткізіп қоюымызға поддержкаларыңыз болсын. Ал достар, сіздермен болған мен доктор Оразбек. Mit freundlichen Grüßen, Orazbek Taşimbetov. Сәттілік.